Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Назира Бексұлтан. Бүгін сіздермен осындай дәмді, нәзік ванильді капкейкісін жасаймыз. Каналыма тіркеліп, лайк басыңыздар. Ванильді капкейкіге бізге жұмыртқа қажет. Содан кейін қантты салып, жақсылап араластырамыз. Жұмсақ сары майды салып араластырамыз. Сүт, ұн, қопсытқыш және ванилин салып жақсылап араластырамыз. Содан кейін осындай форма немесе силиконды формаға пісіруге болады. Бір үлкен ас қасық саламыз. Толтырып салып қоймаңыздар. Себебі піскен кезде ағып кетеді үстінен. 180 градуста 25 минут пісіреміз. Осындай қызарып, әдемі болып шығады. Енді капкейкидің бетіне кремін дайындаймыз. Бізге 33% сливки қажет. Оның үстіне қант немесе қант ұнтағын салуға болады. Жақсылап араластырамыз. Содан кейін творожный сырды салып араластырамыз. Крем жақсы шығу үшін сливки міндетті түрде бір күн бұрын тоңазытқышта тұру керек. Себебі жылы күйінде креміміз шықпайды. Енді бір қасыққа қызыл гелевый красительді жағамын. Өйткені капкейкіміз өте әдемі шығу үшін. Кондитерлік мешокқа осы кремімізді саламыз. Бұл капкейкіге салмасын салуға болады, начинкасын, бірақ мен жасалған жоқпын. Креммен де өте дәмді болып шығады. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Капкейкілердің бетін жеміс-жидектермен немесе шоколадтармен әбістемеуге болады. Кондитерлік осындай жатса каналыма жазылып, лайк басыңыздар.